Сәлем достар, енді сендермен мэр жөнінде бүгін достар, міне менің өте мықты бір кішкене моментім болды. Бұл жерде 14 анқылық рикошетпен нені өтіп сағасын, сол енді мықты болды. Енді сіздер қарап отырыңыздар, мен жай озвучка етіп отырмын. Міне осындай күшті сәттер болды. Қазір көреміз достар. Енді міне мен ең бірінші кімді өлтірдім? Вольт өлтіріп, одан кейін рикошетке барайын деген, бірақ артынан Криса шығып жүрді, бір Кольт. Бірақ өкінішке орай өліп қалды. Ана кім? Көрсіздер ғой, астында. Сол өліп қалды. Ал сосын менің досым өліп қалды, Роза. Роза өліп қалды кәдімгідей. Енді мен соны атып жатырмын. Короче, солай ғой. Әлі мықты сәтке әлі келген жоқпыз. Міне енді осы мен АФК деп ойлағанмын, бірақ АФК ешқашан АФК болмай шықты. Мен аяқтан хабар жаздым. Соны өлтіріп тастады онда достар, Шем деген күшті ойнайды екен өзі достар. Сосын мен аны алдым да достар, ана жаққа барайын дегенмін, ана жақ болды көрмегенмін да, болды мені өлтіріп тастады. Бірақ қарасаңыздар, хоппа, фак, көрдің ба, рикошет өліп қалды. Бірақ бұл емес енді мықты шат. Қазір ең соңында болады. Қалай менде бақша банкі болмаған ол кезде. Міне қазір ана болды қалай өлтіргенімізді көресіздер достар. Қазір мен шыққанша көре отырамын. Мен қазір шығамын. Мен динамайк болып ойнап отырмын айтпақшы. Міне, оп, бам. Енді бұл сәт емес. Қазір көресіздер. Сосын рикошетті екінші рет өлтірдім деген. Андерсон бұлға жабылып кетті. Сол енді маған кім жабылып келді. Ал енді бұл жерді қараймыз. Міне осы жерден басталады. Енді өздеріңіз көріңіздер. Короче, міне ана жақта Роза өзінің гаджетін пайдаланады. И міне ана жақта 12 банкілік өліп қалады тағы Роза. Бірақ кішкене енді қорғай тұрады. Да енді міне өліп қалады. Сосын қараңыздар. И қазір күшті момент келеді. 1, 2, 3. Бум. Бірінші бомба кетті. Екінші бомба кетті. Үшінші бомба. Бам. Все достар. Міне осындай күшті сәт болды. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңызды, ал давайте.